Бәріне сәлем. Бүгін сіздерге клубника в шоколаде жасауды және одан букет жасауды көрсетемін. Алдымен құлпынайды суық суға жуып, қағаз сүлгімен құрғатып, тоңазытқышқа жарты немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Шоколадымыз тез қату үшін құлпынай құрғақ және суық болу керек. Шоколадты пластикалық ыдысқа салып, жай ғана еріте салмай, темперировать етеміз. Сонда шоколад қолға жабыспай, тез қатып, өз формасын үй температурасында да сақтап тұрады. Сіздер кондитерлік таза шоколадты қолдансаңыздар болады. Ол жоқ болса, дүкеннің плитка шоколадтарын сақтап алып, микротолқынды пешке 20-30 секундқа салып, араластырып отырып, шоколад ерігенше қайталаймыз. Шоколадымыз толық еруге жақын қалғанда 10 секундқа 3 секундқа ғана салып, араластырып отырамыз. Бастысы шоколадты қатты ерітіп жібермей, температурасы 34 градустан аспау керек. Шоколадпен бірінші рет жұмыс жасасаңыздар, онда қара шоколадты пайдаланған дұрыс болады. Қара шоколадтан басқа ақ немесе басқа түсті шоколадтар пирометрмен температурасын өлшеу арқылы темперировать етеміз. 100 грамм шоколадты 45 градусқа дейін қыздырып, 34 градусқа дейін суытамыз. Осы температурада 1 грамм какао масло қосып, жақсылап араластырамыз. Темперировать етілген шоколадқа шпажканы малып, құлпынайға қадап қоямыз. Шпажка таяқшалар жоқ болса, зубочистканы қолдансаңыздар болады. Болған соң 10 минут тоңазытқышқа қоямыз. 10 минут өткен соң ерітілген шоколадқа құлпынайды малып, қалауымызша әсемдейміз. Таяқшаларымызды флористикалық оазис немесе пенопластқа қадап, олар жоқ болса, стақанға аз-аздан бір-біріне жабысып қалмайтындай етіп, абайлап қоямыз. Темперировать етілген шоколад тез қатып қалады, сол үшін шаш кептіретін феннің көмегімен ерітіп, бір температурада ұстап тұрамыз. Құлпынайды шоколадқа малып алып, қатып қалмай тұрғанда, ұсатылған жаңғақтар мен кокос ұнтағы мен кондитерлік посыпкалармен әсемдеуге болады. Және темперировать етілген шоколадты кондитерлік мешокқа салып, видеода көрсетілгендей безендіруге де болады. Мұнда шоколад қатпай тұрып, зубочистканың көмегімен өрнектейміз.
Әсемдеп болған соң тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Ал енді дайын құлпынайларымызды скотчтың көмегімен бір-біріне жабыстырып, букет жасаймыз. Букет жасамай-ақ кекске арналған қағаздарға салып, тарелкаға немесе трайфлға арналған қорапқа салып, лентамен байлап, жақындарыңызға сыйлап, қуантып қойсаңыздар да болады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, видеоларды жібермей көру үшін каналға тіркелеміз.